Иә, көрініп тұр, естіліп тұр. Қараңыз, трейдинг деген жалпы ол сауда екенін білеміз барлығымыз, иә. Трейдингтің негіздерін базы сабақтардан қарап келдіңіз. Енді трейдингте сауданы алып сату үшін бізге биржа керек болады, иә. Биржа, яғни ол базар, биржа дегеніміз. Осы биржаның, базардың түрлері болады. Мысалы, жаңағы базардың строительный базар, там киім сататын базар, посуда базар деген сияқты базарлардың түрлері бар ғой. Биржада да сондай. Мысалы бізде акциямен айналысатын биржаны, яғни акция базарын біз сток эксченж деп айтамыз. Яғни акцияларды осы жерде, облигацияларды, этифтерді осы базардан біз сатып алып сатады екенбіз. Ол 5 күн бойы жұмыс жасайды, иә. 5 күн жұмыс жасайды. Кешкі 6:30-да Қазақстан уақытымен, Американың уақытымен таңғы 9-да жұмыс жасайды да бізде түнгі 1-де жабылады рынок. Түсіндіңіз ба қай уақытта жұмыс жасайтынын? Кешке Мгм. 18:30-да маркет ашылады, сосын түнгі 1-ге дейін жұмыс жасайды. 1-де маркет жабылып қалады. Ары қарай автомаркет ашылады. Автомаркет уақытысында біз сделкамызды жаба алмаймыз, аша алмаймыз. Сделка деген ол біздің ашқан позициямыз, яғни табыс табу үшін жасайтын әрекет, позиция деген, иә. Ақша табу үшін сделка ашып жауып анализ жасаймыз. Анализге байланысты сделканы ашып жауып ақшамызды табамыз, профитімізді табамыз деп айтамыз. Мен айтып жатқан терминдар бізге түсінікті болмауы мүмкін. Қазір новичок болғандықтан сізге кішкене ауырлау болуы мүмкін, бірақ сізді бірден түсініп кетіңіз деп айтпаймын. Осы сабақты міндетті түрде қайталап көріңіз, содан кейін түсініп кетесіз. Екінші, валюта нарығы. Валюта нарығы бұл жерде Форекс, иә, яғни әлемдік валюталармен сауда. Бұл да 5 күн жұмыс жасайды, бірақ бұл 24-те 7 жұмыс жасайды. 24-те 7, 1 сағат, так 23-ге 7 жасайды ғой. 1 сағат демалады, рынок, жаңағы базар 1 сағат демалады да қайтадан жұмыс жасай береді. How USD, жаңағы Euro USD деген сияқты валюталар мен доллардың арасындағы айырмашылықтан пайда табуды Форекс нарығы, Форекс базары, валюта нарығы деп айтамыз. Ол негізінде шариғат бойынша халал деп танылмаған. Халал деп танымаған, бірақ Сауд Арабиясында Форекске халал деп пәтуа шығарған екен. Бірақ та ол неге пәтуа шығарған? Олар ұрмай соқпай біреуді ақша табасың, біреуді алдап арбап ақша таппайсың, таза еңбекпен, жақсы біліммен табылады ол ақша деп Сауд Арабиясында пәтуа берілген. Бірақ Қазақстанда, жалпы басқа да ислам мемлекеттерінде Форекс халал емес. Өйткені доллар мен жаңағы валютаның арасындағы доллар мен, мысалы, еуро, доллар мен GPI деген сияқты, японский GPI деп айтады ғой. Сол японның Мгм. теңгесінің арасындағы айырмашылықпен ақша табамыз, өскенмен, бірақ ол өте манипуляционный болады. Одан біз бәрібір плюсқа шыққанмен де минусқа кетіп қалуымыз тез болады да, бұнымен біз айналыспаймыз. Шикізат нарығы, commodities деген, ол да тоже үлкен компаниялар мұнай мен газ, астықпен жаңағы шығаратын, бір-бірімен жаңа үлкен мемлекеттер арасында саудаласатын базарды айтады да, бұған қарапайым адамдар бұл базармен жұмыс жасай алмайды. Енді соңғысы криптовалюта биржасы, биткоин, эфириум деген сияқты монеталармен ақша табу. Оны до этого естіген шығарсыз. Трейдингке келейін деп ойланып жүрген кездерде осы трейдинг деген, криптовалюта деген нәрсені естіген шығарсыз. Бірақ бұл да тоже өте қолайсыз, ыңғайсыз. Бұл 24-те 7 жұмыс жасайды, 7 күн, 2 күн демалыс деген нәрсе жоқ. Суббота, воскресенье де жұмыс жасай береді. Сондай бұл. Ал бізде ең қолайлысы кешке бүкіл тірліктерді бітіресің, күндіз тірлігің бола ма, істеп аласың да, кешке 18:30-да осы акция базарымыз ашылады. Осыны кешке отырамыз, где-то 1 сағаттың ішінде табысымызды тауып шығып кетеміз. 6-да рынокқа отыру керек болады анализге. Сіз енді қай уақытта қалай не болып жатыр деген сияқты сұрақтар сізде болады. Мысалы, сіз
жаңағы база сабақтарды қарап біттіңіз, енді сіз не істеймін деген ой бар сізде. Мысалы таңертең Мгм. таң атты, бірінші сіз не істейсіз? Ештеңе істемейсіз, тек кешке алтыға жақындағанда істеп бастайсыз ғой анализді. Алтыға жақындағанда бірінші инвестинг комды ашасыз да, бір календар деген жерден бүгін қандай жаңалық бар екен, экономический календар дегенді ашып США дегенге қойып аласыз. Яғни Америкадағы, біз Америка қор нарығымен жұмыс жасағандықтан сол жердегі жаңалықтарды ашып инвестинг комнан қарайсыз. Иә, инвестинг комды ашқан кезде Американың жаңалықтары шығады. Бізде америкалық жаңалықтардың екі бұқа тұрған, үш бұқа тұрған ә, несі болады, белгісі болады. Оны инвестинг комды сізге жеке түсіндіремін, видеомен звондап, капитал ком екеуін. Сол кезде түсініп аласыз, настройкасын бәрін көрсетемін, қай жерде қайсысын кіру керек екенін соны көрсетемін. Сол жерде жаңалықты қарап алыңыз инвестинг коммен, сосын вебулды ашасыз. Вебулды ашасыз да анализсіз бастайсыз, иә. Жаңағы үлкен кіші қызыл жасыл свечкалар бар ғой, соған сіз анализ жасайсыз. Жаңалықты көріп болғаннан кейін вебул платформасымен анализ жасайсыз. Вебул деген платформаны скачать етіп, бүгін ба сізге қашан түсіндірдім ғой видеомен звондап, кеше, иә. Иә, иә, иә. Кеше Вебулдың ғой. настройкасын көрсеттім. Осы вебулмен біз өте үлкен жұмысымыздың барлығын осы вебулмен негізі жасаймыз. Ең ауқымды жұмыс осы вебулмен атқарылады. Вебулды ашасыз ноутбукпен, алтыда жаңалықты қарап алдыңыз. Жаңалық бүгін жоқ екен. Енді вебулды Мгм. ашасыз. Вебулға анализ жасау керексіз. Анализ, біз ақша табу үшін бірінші анализ жасауымыз керек компанияға, иә. Кеше не істеді компанияның акциялары? Құлады ма, өсті ма? Соның барлығын қарап, жаңағы свечкалардың түр түсіне болғанда екі түсті болады ғой, осы қызыл мен жасыл. Иә, осы екі түсіне байланысты анализ жасаймыз. Содан кейін көлеміне байланысты анализді жасаймыз. Оны алдағы уақытта сізге продвинутый сабақта толық түсіндіремін. Акцияға акциямен сауда жасауды, күнделікті компаниялардың акциясын алып сатуға анализ жасауды продвинутый курста толық үйретемін. Қазір қазір мына свечкалар туралы айтайын. Свечкалар, свечкалардың бұны сіз жазып алғансыз, сызып алғансыз, иә. Свечкалар, Аха. қызыл свечки мына жерден ашылады, жоғарыдан ашылады қызыл свечки, иә. Сосын астына кеп былай жабылған. Бірақ ол жабылмай тұрып не істеген? Мына жаққа дейін денесімен барған. Иә, осы жаққа дейін құлағысы келген. Яғни сатып алушылар саны азайған. Бәрі акциясын сатып жүрген уже, иә. Осы жерде азайғандықтан сатып алушылар төменге түседі баға. Сосын осы жерге лоу баға қалыптасады. Қайттан денесін жоғарыға тартып, осы жерден жабылып қалады баға. Иә, осы жерден ашылды. Где-то 400 деген бағаны алайық. Мына жерге кеп 436-дан кеп баға жабылып қалды. Дневка бойынша айтып жатырмын да. Дневка деген таймфрейм. Мына жерде дневка деген д дегенге қойсаңыз, вебулда түнде көрсеткендей д-ға қойсаңыз, осылай баға кеп жабылып қалды деп есептейік. Иә. Енді мына жердегі лоу баға, мынау минимум, мынау максимум, мынау хай бағасы болып есептенеді. Мынау хай баға, мынау максимум, мынау минимум, мынау лоу баға деп айтамыз. Ертең анализ жасағанда солай түсіндірем. Түсінбей отырмаңыз, иә? Түсіндіңіз ғой, иә? Мгм. Максимум, минимумды түсіндіңіз, хай, лоуды түсіндіңіз. Фитилмен барған жері хай, лоу, минимум, минимум, максимум, максимум деп жаттап алыңыз осыларды. Енді әрі қарай, енді сізге түсіну керек, тағы да білу керек өте маңызды нәрсе, ол таймфреймдар. Таймфреймдармен біз минутқа қарап, осы свечкалар не істегеніне қарап анализ жасаймыз, иә. 6:30-ға дейін до маркетта анализ жасаймыз. Содан кейін
алты жарымнан кейін осы 1 минуттықпен жаңағы 2 минуттық болады мына жерде 2 минуттық таймфрейммен, сосын 5 минуттықпен 2 минутпен 5 минуттықпен подтверждение алып алты жарымда ровно рынок ашылған кезде сіз анализ жасаған бағытқа қарай кетіп бара жатса шорт деп бағыттадыңыз, анализіңізді шорт деп анализ жасадыңыз. Иә, шортқа егер баға кетіп бара жатса белгілі бір уровеньнен құлап, сол кезде сіз шортты ашасыз. Осы 2 минутпен 1 минутпен 5 минутпен подтверждение ала отырып. 1 минут негізі көбінесе алдайды, 1 минутта кірмейміз. Сосын 2 минут пен 5 минутты обязательно күтіп, осы 2 минуттың 5 минуттың жабылғанын күтіп, подтверждение алып кіретін боласыз. Сосын сауда стилі, біздегі сауда стилі дей трейдинг. Иә, дей трейдинг. Бір күн ішінде ашып жабу. Кешке жабу деп қойғам. Америкада солай таңертең 9-да ашады да кешке жабады. Скальпинг ол бізге емес, ол форекске, свинг трейдинг ол инвесторларға, инвестиция тоже инвесторларға ұзақ уақыт жаңағы портфель жинайтындарға инвестициямен айналысады олар. Енді оны енді сізге ондай қатты білу маңызды емес. Енді бұныларды бізге білу маңызды болмағандықтан өте бір қатты ішіне кіріп толықтырып түсіндірмей ақ қояйын. Әркім мінезіне байланысты өзіңізді жан жақтан іздеңіз дейді. Енді біз дей трейдингпен айналысамыз. Ең қолайлы тұрақты түрде доходқа шығаратын трейдингтің түрі осы дей трейдинг сауда стилі болып есептелінеді. Содан кейін мына капитал.ком позиция ашып жабу үшін, яғни осы арқылы біз жасаған анализімізге байланысты жоғарыға кете ма баға, төменге түсе ма, иә, акциялар қайда баратынын осымен анализімізді жасап, позициямызды ашып жауып сделка деп айтамыз. Сделканы ашып жауып, осы жерден ақшамызды тауып, осы капитал.ком арқылы солай жұмыс жасаймыз. Ал инвестинг.ком жаңалық қарау үшін. Мгм. Қазір білмейінше. Капитал.ком позиция ашып жабуға дедік, инвестинг.ком жаңалық қарап алуға дедік, иә. Енді сізге осы Webull деген платформаны ашып, толығырақ сізбен таныстырайын, иә. Сізді осы Webullмен таныстырам. Жалпы Webullға регистрация жасау база сабақтарда айтылған, кеше сізге көрсеттім, настройкасын жасап қойдық. Енді сізге білу керек маңызды нәрсе, осылардың мына уровеньдерді сызуды ретімен үйреніп алуыңыз керек. Сосын мыналардың аттарын біліп алуыңыз керек. Яма, осыны үйреніңіз. Осы алдағы уақытта продвинуть ендігі аптаның 8 күні бастаймын. Жалпы сол кісілермен қосып өтемін десеңіз, қосылып өтсеңіз болады. Егер жеке өтем десеңіз, жеке осылай бос уақыттарда екеуміздің де бос уақытымызға ыңғайлап өте береміз. Мгм. Мына жерде мына уровеньдерді ысып үйренуіңіз керек, иә. Сізге база сабақтарда айтылған кейбір мағлұматтар, мысалы 1 минуттықта хаммер, жаңағы шутинг стар деген нәрселер болды ғой, жаңағы свечкалардың түрлері болды ғой. Оның бәрі мына 1 минуттықта сауда жасау барысында анықтап свечкаларды сол кезде оқуды үйренуіңіз керек. Яма, ол баға жаңа рынок ашылғаннан кейін сол білімдеріңіз керек болады. Сондықтан да ол Негізі рынок ашылғанда біз бірінші және екінші таймфрейм бар ғой. иә, Солармен деңгейін, сол уақытпен деңгейін анықтап, дей трейдингпен не аламыз ба? Түсінбедім. 6:30-да ашылады. Мысалы мына бүгін 6:30-да баға ашылып тұр, иә. Уже 7-ге дейін жарты сағаттың ішінде мына цена закрытияға дейін біз ұстап профитімізді алып шықтық. 36-ға дейін, 7:30-ға дейін. Жоқ, сол андай деңгейлерді
дейге байланысты ма или бірінші минутқа байланысты ма деген ой. Оны қазір үйретемін. Рет-ретімен сызуды былай үйренесіз. М, Бірінші дневкадан бастаймыз. Үлкен таймфреймнан бастаймыз. Бізде Қазір ең үлкен осы дневка ма? монус деген бар ғой, мына бір монус деп тұр ғой. Жоқ, Бұл негізі айлық. біз не қылатынымыз да. Иә, дневка негізі, иә, күнделікті анализ жасауға осы дневкадан бастаймыз. Күнде Мгм. алты жарымда отырғаннан кейін бірінші болып сіздің жасайтын нәрсеңіз мына жерде цена закрытиені сызып аласыз. Мына бәрін Сіз бәрі ана басқа нені ашып отырсыз ба? Или менде әлі канва қосылып тұр ғой? не қосылып тұр? Канвада отырсыз ғой, иә? Мә, жоқ, мен қазір дейтін зумда отырмын, ой, то есть вебулда отырмын. Сізге Қазір, экран көрмей тұр да соған. қазір. Көрінді ма экран? Иә, енді көрінді. Осыны айтып отқаныңыз дұрыс болды негізі. Қараңыз, мына жерде осы свечкаларды Теслаға күнде анализ жасаймыз. Күнде тұрақты түрде Тесламен профит табамыз. Басқа компаниялармен ондай қатты сауда жасамаймыз. Жасауды мен жасамаймын. Мен Тесланы ғана үйретемін. Өйткені бір компанияның өзін түсініп, жаңа қай жерден ашылып, қай жерге бара жатқанын, қайда ұмтылып жатқанын біліп отыру, бір компанияға біліп, осы бір компаниядан ақша тауып отқанның өзі жетеді. Уже мына палантирді ашып, Apple'ды ашып, миымызды ашып, қай жерден кіріп, қай жерден шыққанымызды білмей отырсақ, ол дұрыс емес та, минусқа кетіп қалуы мүмкін. Жалпы трейдингте риск Сосын бар. Риск бар, иә, оны мен айтпасам да біліп келген шығарсыз. Дұрыс анализ, дұрыс білім болмаса минусқа кету қаупіңіз бар. Сол үшін жақсылап осы сабаққа ден қойып, фокустың бәрін осыған қойып тыңдауыңыз керек. Айта беріңіз. сосын астындағы объемдар да әсер етеді дейтін еді ғой, свечкаларға. Иә, объемдар да әсер етеді. Ол бір минуттықта жаңағы не ашылғаннан кейін, рынок ашылғаннан кейін осы объемдарға да қараймыз. Мгм. Объемдар слабый болып тұрса, сіз уже тегіңізді алуыңыз керек та, мына жерлерде уже төменге мен анализ жасадым, мына 5-6 доллар ұстауым керек деп отырмайсыз да. Объемдар кішкентай болса, уже мына жерден жауып алуыңыз керек. 3 долларға плюс қанағат деп жауып алуыңыз керек. Жалпы нарықты зерттеп жүрсіз, иә, кімнің так, мына уровеньдерді сызбай тұрып, кішкене бір екі сізге сұрақтар қояйын. Мына жерде сіз қазір ноутбукпен кіріп отырсыз ба или немен кіріп отырсыз ба? Телефонмен ба? Менде қазір негізі телефонмен кіріп отырмын, бірақ ноутбукта қосылып тұр. Ноутбукта қосылып тұр ма? Мхм. Қазір сізге Просто Apple'дан. демонстрация берейін, бір екі сұрақ қоямын сіздің жазғандарыңыз бойынша. Соны практикадан көрсетіңізші. Бүгін жаздыңыз ба, қашан жаздыңыз? Иә, бүгін. Сол енді демонстрацияны алыңыз да қазір. Поделицияны басып, ортасын басып, демонстрацияны алыңызшы. Мен поделиться басым керек па? Мхм. Мхм. Екі рет басып, Экран ба? иә, вебулды басып, тағы да поделиться деген көкті басыңыз. Менің Сіздің үшін немен кіруім керек па? Мен түсінбей жатырмыншы. ноутбукпен кіріп жатсыз ба сіз? Жоқ, мен телефонмен кіріп отырмын. Ноутбукпен зумда қосылып тұрған жоқ па ноутбук? Ноутбукта зум жоқ еді. Сол. Жарайды, ендігі сұраққа қосылыңыз, иә. Өйткені прямой осындай созвон, обратный связь болған жақсы да, осы Мгм. зумда отырған кезде сіз нені білесіз, мен білмеймін ғой. Мысалы, сіздің ойыңызда білімдерді қаншасын қабылдадыңыз, қаншасын қабылдамағаныңызды мен сұрақ қоя отырып білемін да. И сіз сұрақ Мгм. қойып отырып маған жаңа айтасыз білмейтіндеріңізді. Жарай ма? Ол трейдингтің майда шүйдесі өте көп, оны бітіру бір айдай уақыт алады. Қараңыз, мына жерде Сосын жаңа түсінбегенім, үш немен, жоқ, 6 свечкамен жұмыс жасаймыз деген деңгейлерді соған байланысты қосамыз дедіңіз ғой. 6 Соны да свечкаға кішкене байланысты. түсінбедім. Анау бір сағаттағы ма? Иә, иә, иә. Оны айтамын ғой қазір.
Бірінші дневканы үлкен таймфреймнен бастаймыз. Дневкадан уровень поставлен инвестицияны закрытиені сызып аламыз. Мынау бүгінгі күннің маркеті әлі жабылған жоқ, түнгі бірде жабылады бұл. Иә? Осы Мгм. бүгінгі күндікі. Ал мынау кешегі күндікі. 2 октябрь күні жүрген баға мынау. Кеше жүрген ба? Иә, кеше күннің закрытиесі сызып аламыз. Сағат әлі 6:30 болған жоқ. Мына соңғы рынок, мына соңғы свеча пайда болған жоқ деп елестетіңіз, жарай ма? Мына соңғы Мгм. свеча жоқ деп елестетіңіз. Сіз бірінші цена закрытиені сызып аласыз. Дневка бойынша цена закрытие. Мына свечкида баға қай жерден ашылады? Қызыл свечкидің Баға ма? бағасы қай жерден ашылады? Сұрақ. Қазір. 470 ма? Иә, 470-те открытиесі осы. Дұрыс. Мгм. Енді осының закрытиесі қайсы? Мынау, иә, 436. Осы Иә, бізге 436. дневка бойынша бізге керек закрытие керек. ЦЗ. Цена закрытие. Иә? Ол ана жаңа құйрықтың ұшына бармайды, иә? Только ана несіне барады. Не дейсіз? Құйрықтың ұшына бармайды дейсіз бе? Мынаған ба? Иә, иә. Анаушы close деген жерге барады да, лоуға емес. Иә, иә. Иә, сол close деген жерін сызып аласыз ғой сіз. Мгм. Мысалы, мынаның закрытиесі мынау, мынаның закрытиесі мынау, иә? Жоғарыдан. Мынаның закрытиесі мынау. Көрдіңіз ба? Жабылған Иә, баға, иә. close бағасы сызып аласыз. Бәрінің закрытиелерін сызып аласыз ғой. Бәрінің, мысалы, ертең мына жерден жабылады, осының закрытиесін сызып аласыз. Жасыл болса, мына закрытиесі жоғарыда болады, жоғарысын сызып аласыз, иә? Цена Мгм. закрытия 436 ровно бізде. Ол не істеп тұр? Барады да мына свечкиға тіреледі. Левый ближний свечкиға барып тіреледі. Мына тірелген свечкиді левый ближний дейміз. Көрдіңіз бе? Ана жасыл свечкиға тірелді. Осыған Мгм. тірелді, и сосын бұны алып кете алған жоқ. Значит, не перелов. Перелов жасап кеткен жоқ дейсіз да? Не перелов. Лонг дейміз, иә? Лонгқа кетеді деп анализ жасаймыз. Дневкаға сөйтіп жазасыз. Схема жоспар дәптері болу керек міндетті түрде, соған жазып отырасыз. Не перелом лонг. Позиция деген тақырыптарды түсінбесеңіз де тыңдай беріңіз, жарай ма? Егер түсінбесеңіз сұрақ қойсаңыз да болады. Бірақ алдағы уақытта толық түсінесіз. Не перелом Мгм. лонг дневка бойынша, өйткені мына жасыл свечкиді алып кете алған жоқ. Сосын мынау болса да, мысалы мына закрытиесі мына жерде болды, 459,68 бағада клоуз бағасы, көрдіңіз бе? Осы да барады да левый ближний мына жақтағы бір бағаға барып тіреледі. Мына жақтағы бір бағаға тіреліп, міне мынаған тіреліп тұр да. Осыған Мгм. тірелгендіктен левый ближний денесі бар болғандықтан бұл бәрібір жасыл болса да не перехай болады. Хай баға деген жаңа түсіндіңіз ғой, жоғары жақта хай дейміз, төмен жақта лоу дейміз ғой. Иә, иә, иә. Жасыл свечкалардың бәрі хай, хайлар яғни максимумдар, ал қызыл свечкалардың бәрі лоулар яғни минимумдар. Осы хай бағаны, осы свечкиді хай жасап кеткен жоқ, яғни осы свечкиді не перехай жасап тұр, түсіндіңіз бе? Не перехай деген позицияны осылай анықтаймыз. Не перехай деп айтамыз. Осы свечкалардың жабылуына байланысты, түсіне байланысты сондай бір жаңағы пайда болған стратегия, ол не перехай перехай деген нәрсе, иә? Не перелоу Мгм. перелоу деген. Бұл хай бағасын қашан жаңартады? Ә, бұл жаңағы қашан перехай болады деген сұрақ болса, ол хай бағасын жаңартқан кезде. Иә, хай бағасын Мгм. жаңартқан кезде перехай деп жазылады. Ал бұл баратта левый ближнийға тіреледі, мынау не перехай шорт болады. Ал мына қызыл болсын, не баратта мынаған тіреледі, мынау ертең жабылады да, жабылса мынаған тіреледі, немесе мынаған тіреледі, мыналарға тіреледі ғой біреуіне. Сол кезде не перелов болады. Маркетте всегда не перелов болады. Қызыл жанса дневка бойынша не перелов лонг деп айта бересіз сразу. Қызыл болды ма, болды не перелов лонг. Неге? Өйткені ол исторический мына төмендегі бағалары бітпейді. Бәрібір кеп бір бағаға кеп тіреледі обязательно. Сол үшін Мгм. не перелов лонг деген бір позицияны анықтаймыз. Бізге бір лонгқа сигнал болады бұл. Иә?
солай анализ жасаймыз. Лонгқа, шортқа кететін, жоғарыға, төменге кететін. Осылай анализ жасаймыз свечкалардың түсіне байланысты, иә. Қызыл болды не перелоу лонг, жасыл болды не перехай шорт, иә. Енді бізге дневка бойынша бір уровень сызып қойып, позиция ашпаймыз, иә. Цена открытия деген нәрсе бар. Цена открытия деген дүние бар. Соны сызып аламыз. Оны осы 4 сағатқа өтесіз. 4 сағатта осы соңғы екі свечкидің, осы соңғы екі свечкиді сұрдың ішіндегі, иә, мына сұрдың ішіндегі екі свечкиге қарайсыз. Алдыңғыны мына екі свечкиге қарайсыз. Біз одан алдыңғы мына екі свечкиге қарап анализ жасайтын едік. Жасағанбыз, то есть жасағанбыз осы екі свечкиге қарап 4 сағатта. Открытиелерін сызып аламыз. Осы 442-ден 04 деген баға открытие. Біріншісінің ашылған бағасын аламыз, иә. Біріншісінің ашылған бағасы керек бізге. Бұл сағат 13:00-де премаркет уақытысы ашылады. 13:00-де ашылады. Сосын жабылу бағасы мынау келеді да 18:30-да жабылады. 18:30-да ровно жабылады да мынау ашылады 18:30-да. 18:29-да то есть жабылады. Сосын 18:30-да мынау біздің жұмыс жасайды. Мына қараның ішіндегі рыногымыз ашылады. Мына қараның ішіндегі рынок 18:30-да ровно ашылады. Енді осы 4 сағаттағы екі свечкиға қарадық. Сосын осы екі свечкидің ашылуын алдық. Енді қайтадан дневкаға өтеміз. Қайтадан дневкаға өтеміз да не істейміз? Бағаны глобально қарап алуымыз керек. Глобально дегеніміз дневка мен таймфрейм дневка мен қарау, weekly мен монсты қарау, монс таймфреймдарды қарау бізде глобально қарау деп айтылады. 4 сағаттықтан төменгі таймфреймдар мен рынокты қарау локально қарайды, локально бағаларды қарау болып есептенеді. Мен айтқандардың бәрін записывақта жазып алыңыз, жарай ма? Сосын трендті осы кезде дневка қайтадан өтеміз. Не перелоу перехай деп анықтадық та, енді біз трендті анықтауымыз керек. Тренд қалай анықтаймыз? Тренд деген жалпы, мысалы, тиктокта, мысалы, инстаграмда бір өлеңге или там видео түсіруге тренд болады ғой. Тренд болып кетті да, мына музыка деген сияқты болады да. Бір-бірімен көп таралып кетті деген сияқты, иә. Бір-бірімен қайталанып кетті деген сияқты нәрселер, дүниелер тренд деп аталады, иә. Мысалы, мына жерде баға былай бір-бірінен қайталап жасыл болып кетсе, бірдей екі жасыл шығып кетсе, тренд лонгта деп көзбен қарап айтпаймыз да, оның белгілі бір ережесі бар. Мысалы, мынаның закрытиесі мынау, мынаның закрытиесі мынау. Алдыңғының закрытиесі жоғарыда қалып кетті, кеше күннің закрытиесі төменде. Значит, тренд шорт. Тренд шортта. Сосын трейдингте ең үлкен ереже бар. Ол тренд your best friend дейді. Тренд сенің ең жақын досың дейді. Трендке қарсы ешқашан позиция ашуға болмайды деген бар. Иә, бірақ бұл тренд, мынау не перелоу лонг болды, ал тренд бізде шорт болып тұр ғой. Иә, мына закрытиесін жоғарыда алып кетті, мына закрытиесі төменде, бізде тренд шорт болып тұр. Иә, енді не істейміз біз? 4 сағатпен қараймыз, 4 сағатпен 1 сағатпен қараймыз, сөйтіп анализ жасаймыз. Әлі исторический бағаларға да өтеміз. Бұрын осы бағаларда мына цена закрытия мен цена открытия арасында бұрынғы мына жақтағы свечкалардың арасында не болған, мына жерлерде қандай жүріс болған деген сияқты сұрақ болады. Енді бізге одан бұрын мына жерде геп бар. Гепті көрсете аласыз ба сіз? Гепті жазғансыз. Мен айтқам сабақта жазып алыпсыз. Иә. Гепті көрсетіп беріңізші осы жерден. Неше свечке алдыңғы? Гепті көріп тұрсыз ба жалпы осы жерде? Ең соңғы гепті көрсетіп беріңіз маған. Ана екі жасылдың өрнесі ма? Мына екі жасыл ма? Тамлер сияқты. Жоқ, ол емес мынау. Мынау ма? Жоқ, соның алдында тұр ғой. Мынау ма? Сода емес па? Осы жерде геп бар екен, иә, дұрыс. Геп дегеніміз не? Жаңағы не ғой, бірден түсіп кету, екеуінің арақашықтық болу. Иә, арақашықтықпен разрыв болып ашылса. Иә, бірден төменге түсіп
түсүп кетүү немесе жогору ұшуп кетүү маалысында секирип. Иә, gap up, gap down. Баға мына Мгм. жерден жабылады, мына жерден егер ашылады, ашылса, gap up болып ашылыпты дейміз. Бірақ премаркетте Мгм. де қараймыз ғой, біз премаркетте ашылғанын қараймыз. Мысалы, кеше 436-тан жабылған баға, бүгін премаркетте әбетте бірде 442-ден ашылыпты. Значит, бүгін свежий геп бар екен. Иә, 442-де свежий геп бар. Неге? Өйткені $6 разницамен геп ашылған екен, иә. Мгм. Осыны 5 минуттықпен қарасаңыз, одан да ап-анық болып айқын болып көрінеді негізі міне. Мына жердегі гепті осылай ара қашықтығы үлкен болатын болса, геп маркет всегда өзінің создавать еткен гебін өзі толтырып отырады. Жалпы мына жерде геп былай сызып алсаңыз да болады, мына екеуінің арасында деп ше. Мгм. 439 бен 442-нің арасында геп бар деп есептейміз. Енді геп мына жерде де бар. Қазір көрсетемін. Мына жерде геп бар. Мына гептің максимумы. 443-те 21 деген гептің максимумы исторический. И мына минимумы. 440-та 47 деген. Осы жерде мына скрытие геп бар. Мына жерде көрдіңіз бе мына гепті? Мгм. Осы Осы гепті менен жасының ортасына ма? Иә, осы гептің ортасында баға премаркет уақытысында жүрді. Яғни 6,5-ға дейін баға қазір осы екі мына уровеньнің арасында жүрді да. Мына исторический екі гепті белгіледім ғой. Мгм. Тере сарымен ше. Осы екі гептің ортасында жүрді. Соңғы уақытта, соңғы минуттарда 28-29 кеткенде уже жоғарыға барып гептің үстінен жабылды. Бірақ та бізде мына жерде премаркет хай деген баға бар. Премаркет хай бізде мықты уровеньге жатады. Мықты уровеньдерді үйренесіз, видеосын жіберемін, ертең продвинутидің бірінші күнінде жіберіледі. Немесе ютубта менің видеоларымды көрген болсаңыз, ютубта открытие доступпен тұр мен сол Мгм. мықты уровеньдерге байланысты видеом. Мына жерде мықты уровень бар, 444-те 99, яғни 445 деп алайық мынаны, иә. Круглый цифрамен 445 деп алайық та. Сосын мына жерде енді қараңыз, мына жерде баға осыны қайтарып жіберген. 444-те 99 бүгін хай баға барған, мына күні қайтарған соны, иә. Соны бір қарайсыз. Дневка мен жаңа исторический бағаларды тізіп алдық, иә, хай лоуды сызып алдық. Ой, гептің максимум минимумын сызып алдық. Жалпы бірнеше бізде уровеньдер пайда болды. Енді мына көк сызықта 444-те 99-дан бұрын біз дистрибуционный свечиді алуымыз керек. Историяға өтіп, иә, өтеміз. Цена закрытие, цена открытие екеуі де тіреліп тұрған дистрибуционный свечиді аламыз. Дистрибуционный свечи дегеніміз, осын жазып алыңыз. Ұзын свечиді дистрибуционный свечи дейміз. Ал аккумуляционный свечи дегеніміз аккумуляционный. Бұны аккумуляционныйды кішкентай мынандай свечкаларды аккумуляционный деп айтамыз. Сызып алсаңыз болады. Міне. Мынау кішкентай свечки аккумуляционный, мынау үлкен свечки дистрибуционный. Осы свечкаларды осы атауы осындай. Енді біз көлемі бойынша үйренеміз. Жаңа түсі бойынша позициясын анықтадық. Иә, не перехай, не перелоу деген тақырыпты Деневка бойынша енді түсіндірдім. Енді көлемі бойынша үйренуіңіз керек. Дистрибуционный аккумуляционныйды жазып алыңыз. Қазір сабақтан кейін қайталап жазсаңыз жазып алыңыз. Осыларды кейін мен сізден сұрайын. Сосын мына жерден енді біз мына мына закрытие екеуі тіреліп тұрған бағаны дистрибуционный свечкиді табуымыз керек. Мынаған тіреліп тұр екен екеуі, иә. Мына дистрибуционный Мгм. құлаған, ұзын паранормальный құлаған свечкаға тіреліп тұр. Осыны біз аламыз. Яғни осы дистрибуционный свечкидің зонасында бүгін движение жасайды, қозғалыс жасайды бүгін. Осы дистрибуционный свечкидің бойымен движение жасайды. Дистрибуционный свечкидің алудың өзінің ерекшеліктері бар.
исторический дистрибуционный свечкаларды алу үшін минимум 16 доллар, максимум 35 доллар жүрген болу керек. Минимум 16 доллар, максимум 35 доллар жүрген свечкаларды аламыз. Одан кейін осы 16 доллар, 35 доллар жүргендерді аламыз. Мына кішкентайлар жарамайды бізге. Мыналарды мысалы алуға болмайды. Бұлар уж кішкентай болып есептелінеді. Баға белгілі бір исторический дистрибуционный свечкалармен, исторический гептермен жұмыс жасайды. Бізде мына геп бар, енді мына гептермен де жұмыс жасап жатқандығын байқасақ болады. Мына жерде де геп бар. Көрдіңіз бе? Баға егер мына гептен төменге қарай кететін болса, осы гепке кіреді. Ол енді бізде мына баға тұр бізде уже, сосын оны сызбасақ та болады, бірақ есте сақтап тұру керек, білу керек. Мына жерде де геп бар екен. Мынаны сызып, миымызды аштып, уровеньдерді көбейтпейміз. Бірақ есіңізде болсын, цена закрытиеде тұр екен осы жерде, бұны сызбай ақ қояйық. Енді біз дистрибуционный свечкидің максимум минимумын белгілеп алдық, мына 49-да 52, минимумы 431-де 66. Енді осының ортасын привязка жасай отырып зеркальный уровеньді белгілейміз. Зеркальный уровень дегеніміз астынан да үстінен де соққан маңызды мықты бағаны зеркальный уровень дейміз. Ал привязка дегеніміз ол сол зеркальный уровеньді белгілі бір әрекеттермен дәлелденген уровеньді зеркальный уровень дейміз. Привязка дейміз. Мысалы, мына жерде дәлелденіп тұр, закрытиесі осы жерден кеп жабылып тұр. Немесе мына жерден 400, мына жерде фитильмен тиген болу керек, кейбір күндер, дистрибуционный свечкиді алған кезде. Мысалы, мына зеркальный уровеньнің дистрибуционын алу үшін, мына фитильмен, мына дистрибуционный свечкидің зеркальныйын алу үшін, мынау зеркальный уровень болады мына дистрибуционный свечкидің. Мына фитильмен біз привязка жасадық. Түсіндіңіз бе? Привязка жасалынды. Енді мына дистрибуционный свечкидің несі болып тұр жаңағы? Зеркальный. Мына жасыл дистрибуционный свечкидің зеркальный, мына дистрибуционныйдің максимум. Көрдіңіз бе? Осы зеркальныйға. Баға осылай дистрибуционный свечкидің зонасына кіреді, сосын гептің зонасына кіреді, сосын жаңағы денені аламыз. Дененің открытиесін, закрытиесін, закрытие, сосын мынада зеркальный минимум, или одан бұрын мынау, жаңағы мынау, былай, дене, закрытие, дене, закрытие, дене, фитиль, солай кете бересіздер ғой. Былай бұзып баға кетіп бара жатса, осылай белгілеп кете бересіздер. Бүгін мысалы баға мына жерден ашылды. Қазір көрсетем бүгін бағаның қай жерден ашылғандығын. Бүгін баға мына 444-те 33-тен ашылды да, осы жерден ашылып, мына 420-ға дейін, 416-ға дейін даже кеп берді. 420-ны белгілеймді. Енді историядан осы 420 деген бағаны көрсетейін де сізге. 420. Ошаққа дейін бағана келді. Бүгін 443-тен 20-ға дейін келді. 23 доллар қозғалыс жасады. Мына жерге дейін. Мына бағана цена закрытия мына дистрибуционныйдың. Біз мына дистрибуционныймен жұмыс жасайды деп белгілеп алдық. Бірақ та дейтін мынаумен мынаның зонасына кіргеннен кейін осының минимумына дейін барып берді. Сосын фитильіне дейін 16-ға дейін барды. Көрдіңіз бе бүгінгі жүрісті? 416 деген мына жерге қазір белгілейік. 15 екен, то есть мына 15 осы фитильіне дейін бүгін кеп берген. Фитильді қай кезде аламыз? 2,5-3 доллардан жоғары фитиль жүрсе аламыз, одан төмен болса фитилін алмасақ болады. Жалпы бүгінге осы сабақты қазір